Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, құрметті бауырлар. Бүгін бізде 14-ші дәріс. Ад-дарс ар-раби'a ашара. 14-ші сабақ. Мына жақта диалог берілген. Ал-фитяту, жас жігіттер, және хамидун. Хамид пен осы жас жігіттердің арасындағы әңгіме. Ассаламу алейкум, түсінікті. Ва алейкумуссаламу ва рахматуллахи ва баракатуху. Бұл да түсінікті. Ахадул фитяти, жігіттердің бірі. Кайфа халука я амми. Көке, қалыңыз қалай деді, я? Хамид жауап береді. Ана би хайрин валхамдулиллахи. Мен жақсымын, Аллаға шүкір. Кайфа халукум. Сендердің қалаларың қалай? Ман антум, сендер кімсіңдер? Ахадухум, олардың бірі, яғни жаңа жас жігіттердің бірі. Нахну абнау доктори Муса. Біз доктор Мусаның ұлдарымыз дейді. Хамид айтады. Ахлан ва сахлан ва мархабан. Қош келдіңдер. Абукум садиқи. Сендердің әкелерің менің досым. Айна аммукум шейху Айса. Сендердің көкелерің шейх Айса қайда дейді. Жаңа жігіттердің бірі. Хуа марибун. Ол науқас, сырқат, ауырып жатыр деген мағынада. Хуа ана фил мусташфа. Ол қазір ауруханада. Хамид айтады. Шафахуллаху. Алла оған шипасын берсін. Ман хазихи тифлату лати ма'акум. Мына сендердің қастарындағы қыз бала, яғни сәби. Бала, сендердің қастарындағы бала, қыз бала кім? Олардың бір жауап берді. Хия ухтуна. Ол біздің қарындасымыз. Хамид сұрайды. Масмуха. Оның есімі кім? Исмуха Лайла. Оның есімі Лейла. Хамид сұрайды. Айна байтукумул жадиду. Сендердің жаңа үйлерің қайда? Жауап берді. Байтунал жадиду қарибун минал матари. Біздің жаңа үйіміз мынау аэропорт. Аэропортқа жақын жерде орналасқан. Антум фил мадрасати санавияти. Сендер жоғарғы сынып оқушыларына арналған мектептесіңдер ме? Яғни жоғарғы мектептесіңдер ме деген сұрақ қойып жатыр. Жауап береді. Ла нахну бил джамиати. Жоқ, біз университеттеміз. Яғни университетте оқимыз деген мағынада. Ана фи куллиятил хандасати ва Махмудун фи куллияти тибби ва Ибрахиму фи куллияти шариати ва Юсуфу фи куллияти тижарати. Мен инженер факультетіндемін. Махмуд медицина факультетінде, Ибрахим шариғат факультетінде, яғни заң, юриспруденция дейді, сондай факультетте. Ал Юсуф болса, ол сауда-саттық факультетінде. Хамид сұрайды. Ман заликал фата аллази фи сайяратикум. Анау сендердің көліктеріндегі жігіт кім дейді? Хуа замили. Ол менің сыныптасым. Махмуд жауап береді. Мен айна хуа. Ол қай жақтан? Махмуд айтады. Хуа мен Инкалтарра. Ол Англиядан. Масмуху. Оның есімі кім? Исмуху Уильяму. Оның есімі Уильям. Муслимун хуа. Ол мұсылман ба? Ла хуа насраниюн. Жоқ, ол христиан. Абуху устади. Оның әкесі менің ұстазым. Исмуху доктуру Эдварду. Оның есімі доктор Эдвард. Әкесінің. Азахабтум илал мусташфа ли зиярати аммикум al-yawma. Асықпай оқимын. Азахабтум илал мусташфа ли зиярати аммикум al-yawma. Мына жақта бірге қосып оқисыздар. Ли зиярати аммикум al-yawma. Сендер ауруханаға көкелеріңді зиярат етуге бүгін бардыңдар ма дейді. Наам, захабна. Біз бардық. Осымен диалог бітті. Енді жаттығуларға кірісеміз. Тамарину, жаттығулар. Аджиб анил асилатил атия. Келесі сұрақтарға жауап бер дейді. Ман антум. Сендер кімсіңдер? Нахну абнау доктори Муса деді. Біз доктор Мусаның ұлдарымыз дейді. Бұлай өздерің жауап бере берсеңіздер болады. Айна байтукум. Байтуна қарибун минал матари. Біздің үйіміз аэропорт жақта, аэропортқа жақын жерде. Ман роббукум. Сендердің раббыларың кім? Роббуналлаху. Біздің раббымыз Алла. Ма луғатукум. Тілдерің қандай?
Луғатунал арабияту. Біздің тіліміз араб тілі. Немесе луғатунал қазақияту. Біздің тіліміз қазақ тілі. Айна мадрасатукум. Сендердің мектептерің қайда? Мадрасатуна мына жақта халфал байти дей салсақ болады. Немесе амамал байти. Біздің мектебіміз үйдің артында, немесе үйдің алдында. Немесе мадрасатуна халфал масджиди. Біздің мектебіміз мешіттің артында. Антум муслимуна. Сендер мұсылмансыңдар ма? Наам, нахну муслимуна вальхамдулиллахи. Біздер мұсылманбыз, Аллаға шүкір. Афи байтикум хадиқатун. Сендердің үйлерінде бау-бақша бар ма дейді. Наам, фи байтина хадиқатун. Біздің үйімізде бау-бақша бар. Индакум сайяратун. Сендерде көлік бар ма? Наам, индана сайяратун. Бізде көлік бар. Немесе ла ма индана сайяратун. Жоқ, бізде көлік жоқ. Айна мударрисукум. Сендердің оқытушыларың қайда? Мударрисуна фил мадрасати. Біздің оқытушымыз мектепте, немесе фил фасли, сыныпта. Антум мударрисуна. Сендер оқытушысыңдар ма? Наам, нахну мударрисуна. Біздер оқытушыларымыз. Иқра вактуб. Оқы және жаз дейді келесі жаттығу. Мынаны оқып, жай ғана аударып, кейін барлығын дәптеріңізге осылай арабша харекетсіз көшіріп жазасыздар. Бұл арабша жазуларыңызды жақсарту үшін. Нахну муслимуна. Біздер мұсылмандармыз. Ал-исламу динуна. Ислам біздің дініміз. Валлаху раббуна. Алла біздің Раббымыз. Ва Мухаммадун саллаллаху алейхи вассалам набиюна. Мұхаммед, Алланың оған сәлем мен игілігі болсын, біздің пайғамбарымыз. Вал Құрану дустуруна. Құран біздің ата заңымыз. Вал Каъбату қиблатуна. Қағба біздің қыбламыз. Вал арабияту луғатуна. Араб тілі біздің тіліміз. Айна мударрисукум я ихвану. Оқытушыларың қайда? Оған бауырлар. Хараджал ана минал фасли ва захаба илал мудири. Жаңа сыныптан шығып директорге кетті дейді. Фи айи шари'ин байтукум. Үйлерің қай көшеде? Байтуна фи шари'и лази амамал махкамати. Біздің үйіміз соттың алдындағы көшеде. Абуна садиқу аммикум. Біздің әкеміз сендердің көкелерінің досы. Антум мударрисуна. Сендер оқытушысыңдар ма? Ла нахну атиббау. Жоқ, біздер дәрігерлеріміз. Антум абнаул мудири. Сендер директордың ұлдарысыңдар ма? Ла нахну хафадатуху. Жоқ, біздер оның немерелеріміз. Мадрасатуна кабиратун ва мадрасатукум сагиратун. Біздің мектебіміз үлкен, ал сендердің мектептерің кішкентай, кіші. Лана хадиқатун джамилатун фи тилкал қарияти. Бізде анау ауылда әдемі бақшамыз бар. Ахуна талибун фи кулияти тибби. Біздің бауырымыз медицина факультетінде оқушы. Медицина факультетінде оқиды деген сөз. Немесе медицина факультетінің оқушысы. Антум атиббау. Сендер дәрігерсіңдер ма? Ба'дуна атиббау ва ба'дуна мухандисуна. Біздің кейбіріміз дәрігерлер, ал кейбіріміз инженерлер дейді. Аллаху раббуна ва раббукум. Алла біздің Раббымыз және сендердің Раббыларың. Айна захабтум я ихвану. Қайда кеттіңдер, я бауырлар? Захабна иля суқи. Біздер базарға кеттік дейді. Енді келесі жаттығу. Аллы фил асма ал-атия иля домаири кама хуа муаддахун фил мисал. Келесі есім сөздерді мысалда анық көрсетілгендей дамирлерге жалға дейді. Мына дамирде отырғанымыз осы. Кум сендердің, мына на біздің деген секілді. Байтун жай ғана үй. Байтукум сендердің үйлерің. Байтуна біздің үйіміз. Сол секілді. Аммун деген көке, әке жақтан әкеңіздің туған бауыры. Аммукум сендердің көкелерің. Аммуна біздің көкеміз. Мадрасатун мектеп. Мадрасатукум
сендердің мектептерің, мадрасатуна, біздің мектебіміз. Лугатун, тіл, лугатукум, сендердің тілдерің, лугатуна, біздің тіліміз. Абун, абукум, абукум, сендердің әкелерің, абуна, біздің әкеміз. Уммун, уммукум, сендердің аналарың, уммуна, біздің анамыз. Садиқун, жай ғана дос. Садиқукум, сендердің достарың, садиқуна, біздің достарымыз, біздің досымыз. Жекеше түрде. Ухтун, әпке, қарындас. Ухтуна, ухтукум, сендердің қарындастарың, сендердің қарындасың. Ухтуна, біздің қарындасымыз. Динун, дін. Динукум, сендердің діндерің, динуна, біздің дініміз. Ахун, ахукум, сендердің бауырларың, ахуна, біздің бауырымыз. Мына жақта байтукум, аммукум, мадрасатукум деген кезде еш нәрсе жалғанбайды. Бірақ мына екі сөзге ғана, осы екі сөз бөлек жаттап алыңыз. Абукум, ахукум деген кезде арасына вау әрпі жалғанады. Қазір осылай ғана жаттап алыңыз. Негізі бұған арнайы ереже бар. Қазір осы екі сөзді ғана жаттасаңыз жеткілікті болады. Келесі жаттығу. Иқра, оқып шық дейді. Айю яумин хаза. Айю яумин хаза. Бұл қай күн? Хаза яумус сабти. Бұл сенбі күні. Айю шахрин хаза. Бұл қай ай? Хаза шахру раджабин. Бұл режеп айы. Айю куллиятин хазихи. Бұл қай факультет? Хазихи куллияту тижарати. Бұл сауда-саттық факультеті. Фи айи мадрасатин анта. Сен қай мектептесің? Ана фил мадрасатил мутавасситати. Мен орта сынып оқушыларына арналған мектептемін. Орта мектептемін. Мен айи баладин анта я ухту. Сен қай қаладансың, немесе қай елденсің, я қарындасым? Ана минал юнани. Мен Грецияданмын дейді. Иқра вактуб, оқы және жаз. Уильяму, Эдуарду, Лондону, Борису, Пакистану, Истанбулу, Ибрахиму. Мына жақта байқап жатсаңыздар, мына сөздерде соңында тануимен аяқталмайды, жай ғана харекеттің өзі ғана. Уильямун емес, Уильяму. Мына сөздерді жеке өздерің ғана жаттап алыңыздар. Мына қала мен елдердің аттары, арабша емес есімдер, аттар, олардың барлығы тануинге аяқталмайды, жай ғана харекеттің өзі ғана болады. Уильяму, Эдуарду, Лондону, Борису, Пакистану, Истанбулу, Ибрахиму. Бұған арнайы ереже бар. Мамну мин сарф деген жіктелмейтін, толық жіктелмейтін есім сөздері деген. Бұны кейін өтеміз, бірақ қазірше осыларды ғана бөлек өздеріңізге түртіп алыңыздар. Исмаилу, Исхақу, Яқубу, Айюбу, Сулейману, Дауду, Юнусу, Идрису, Джибраилу, Микаилу, Фирауну. Бұлардың барлығы тануинге аяқталмайды. Иқра ил-мисала, thumma хауил ил-джумал ал-атия мислаху. Мысалды оқы және келесі сөйлемдерді сол мысалдағыдай өзгерт. Анта захабта илал мадрасати. Сен мектепке кеттің. Енді осын көпшіге айналдырамыз. Антум захабтум илал мадрасати. Сендер мектепке кеттіңдер. Анта хараджта минал фасли. Сен сыныптан шықтың. Антум хараджтум минал фасли. Сендер сыныптан шықтыңдар. Анта джаласта фил фасли. Сен сыныпта отырдың. Антум джаластум фил фасли. Сендер сыныпта отырдыңдар. Айна захабта я ахи. Қайда кеттің, я бауырым? Айна захабтум я ихвани. Қайда кеттіңдер, я бауырлар? Лимада хараджта минал фасли я валаду. Сыныптан еліктен шықтың, ей бала. Лимада хараджтум минал фасли я ауладу. Сыныптан еліктен шықтыңдар, ей балалар дейді. Осы көпше түрге сен және сендер деп өзгертуді үйрендік. Мына жерде жаңа сөздер. Ал-калиматул джадидату. Ал-хафиду. Хафид деген кім? Бұл ибнуль ибни ау ибнуль бинти. Ұлдың ұлы немесе қыздың ұлы. Яғни немере. Көпшесі хафадатун болады.
الكلية fakultet көпшесі мына жам'ун деген жим деген жам'ун деген сөз көпше түрі كليات كلية الطب медицина факультеті كلية الشريعة шариғат факультеті كلية الهندسة инженер факультеті كلية التجارة сауда саттық факультеті الدستور атазан енді الأخ бауыр إخوة көпшесі бауырлар ва ихванун мына бұл да көпше түрі екеуі де қолданылады ахлан ва сахлан ва мархабан қош келдің деген сөз насраниюн христиан көпшесі насара христиандар ал юнану Греция. Осымен 14-ші дәріс аяқталды. Келесі 15-ші дәрісте кездескенше ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.